Қайырлы күн, құрметті студенттер. Сіздердің назарларыңызға пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау пәні бойынша видеолекция ұсынылады. Лекцияның тақырыбы сынаманың түсінігі, мақсаты және міндеттері. Пайдалы қазбаның сапасы, пайдалы қазба сапасының көрсеткіштері, іздеу және барлау процесінде пайдалы қазбалардың кен орындары мен жасанды жинақтарын сынамалау, тау-кен қазбаларын сынамалау тәсілдері мен түрлері, сынаманың сенімді салмағы, сынамалардың қысқарту тәсілдері. Менің аты жөнім Капыбаева Айман Нигметовна. Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау кафедрасының аға оқытушысымын. Дәріс жоспары: сынамалау түрлері, сынамаларды алу тәсілдері, нүктелі, көлемді және алаңдық сызықтық және сынама алу тәсілін таңдаудың анықтайтын факторлар. Жалпы осы тақырып барлау әдістері тақырыбының келесі түйінді тақырыпшасы деп айтуға болады. Өйткені біз сіздермен барлаудың әдістерін өткен кезде осы іздеуді жүргізу үшін, барлауды жүргізу үшін сынаманы қалай алуды, сынама өзі жалпы не, оның алу әдістері қандай және жалпы сынаманың түрлері қандай болатын туралы білу керек. Оның барлығы осы өтіп кеткен сабақпен тікелей байланыста, қарым-қатынаста болып жатыр. Және басқа сабақтарда сіздер зертханалық пайдалы қазба кен орындарын зертханалық әдістерін өткен кезде сынама түрлерімен танысқан болатын шығарсыздар. Сондықтан жалпы осы тақырып басқа сабақтармен тікелей байланысты. Пайдалы қазбаларды сынамалау, олардың сапасын, минералдық және химиялық құрамын, ішкі құрылымын, физикалық, техникалық және технологиялық қасиеттерін анықтаудың және олардың өнеркәсіптің қолданыстағы талаптарына сәйкестігін бағалаудың жалғыз ғылыми негізделген тәсілі болып саналады. Сынама пайдалы қазбаның табиғи орналасуындағы жиналуынан немесе қандай да бір сынақтарды жүргізуге арналған өндірілген минералды шикізаттан алынған материал партиясы аталады. Сынама материалы екі тәсілмен алынуы мүмкін. Бір жерде тұтас іріктеу жолымен және жекелеген порциядан сынама жасау жолымен. Сынамалау ерекшелігі сыналатын массасының көлемі бар сынама көлемінің өлшемсіздігінен тұрады. Сынауға ұсынылатын негізгі талаптар. Мысалы, сіздер сынаманы жай-жайдан барып ала алмайсыздар. Оған қойылатын талаптар бар. Бірінші, ол шынайылық. Сынамалаудағы қателер кен денесінің контурын бұрмалауға, қорларды есептеудегі қателіктер, кәсіпорынды жобалаудағы, пайдаланудағы қателіктерге әкеледі. Сенімділік сынамалардың түрлерін ұтымды таңдаумен қамтамасыз етіледі. Олардың өлшемі мен орналасуы, сынамаларды алу және өңдеу тәсілімен, сынамаларды талдау тәсілімен. Кен орындарын сынамалау шынайылығы, кен орындарын сынамалау шынайылығын негіздеу талаптармен регламенттеледі. Сынамалаудың толықтығы, яғни барлық бағалы компоненттер анықталуы және сынамалаумен барлық кен орны қамталуы тиіс. Сынаудың жеделдігі және үнемділік, яғни сынау жүйесі ең аз шығындармен берілген шынайылықты қамтамасыз ету керек. Сынамалаудың қандай түрлері болады? Ол жаңағы сынамалауға қойылған міндеттерге байланысты 5 түрге бөлуге болады: геологиялық, геофизикалық, минералогиялық, техникалық және технологиялық. Геологиялық сынамалау ол кеңістіктік бөлу сипаты және пайдалы компоненттердің шоғырлану дәрежесі туралы ақпараттың басты көзі болып табылады. Осылайша жер қойнауын геометриялаудың және минералдық шикізат қорларын есептеудің негізі болып табылады. Пайдалы қазбалар денелері мынандай міндетті шарттарды сақтай отырып сыналады. Біріншісі, сынау желісінің тығыздығы зерттелетін параметрдің дұрыс
бағалануын қамтамасыз ету тиіс. Екіншісі, сынамалауды үздіксіз, пайдалы қазба денесін толық қуатына жүргізу керек. Одан басқа көрінетін шекарасы жоқ пайдалы қазба қыртыстарының барлық барлау қиылыстарында бар жыныстар сынауға жатады. Үшіншісі, сынамалау әрбір табиғи түрі кондициялық емес кендердің және бос жыныстардың барлық жерлерінен жүргізілуі тиіс. Ілеспе компонентінің геологиялық сынамалау. Пайдалы қазбаларды ілеспе компоненттерге сынамалау негізі компоненттерге сынамалау үшін өткен барлау қазбаларында жүргізіледі. Бұл мақсат үшін арнайы қазбаларды өтпейді. Кеннің басты минералдардың құрамы сондай-ақ жеке минералдарды құрмайтын негізгі немесе желілі минералдардың құрамына кіретін ілеспе компоненттердің мономинералдық сынамалардың көмегімен зерттеледі. Мономинералдық сынамалар штуфты сынамаларды біріктірілген немесе қатардағы сынамалардың материалдарын әртүрлі тәсілдермен сепарация, флотация, жуу, ауыр сұйықтарды бөлу, бинокуляр астына іріктеу және тағы басқалары сондай әдістермен алынады. Осы суретте рентгенолюминесцентті сепараттың жұмыс жасау схемасы көрсетілген. Сіздер мысалы алмазды жай породадан ажыратуы көрсетіліп тұр. Ол транспортер арқылы тау жыныстары өтіп бара жатады да, фотоэлектронды көбейткіш, одан кейін сигнал беретін қондырғы және облучатель сияқты сондай қондырғылар алмазбен жай тау жынысын бірін-бірінен ажыратып отырады. Бір тәсілі көрсетілген суретте. Геофизикалық сынамалау қатардағы деген рядовые пробы, геофизикалық сынамалау пайдалы компоненттерді тікелей тау-кен қазбаларында және ұңғымаларда материалды іріктеп алмай анықтау мақсатында жүргізіледі. Және сынаудың басқа түрлерінен минералды массасын өзгеріске ұшырауымен ерекшеленеді. Бұл қайта геофизикалық сынақтарға мүмкіндік береді. Геофизикалық байқап көру әсіресе бірнеше геофизикалық әдістерді кешендеу кезінде жеделдікті және шығындарды қысқартуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Геофизикалық әдістерді қатардағы сынамалау ретінде қолданудың орындылығы тірек аралықтары мен кен денелерінің қиылыстары бойынша геофизикалық және геологиялық деректердің дәлділігін салыстыру жолымен белгіленеді. Геофизикалық сынау әдістері әртүрлі. Магнитометриялық және ядролық физикалық, оның ішінде кен сапасын анықтаудың радиометриялық әдістері кеңінен таралған. Геологиялық міндеттерді ең жақсы шешу кешені ол геофизикалық зерттеулерді деректері бойынша қамтамасыз етіледі. Геофизикалық зерттеулердің ұтымды кешені кен орнын барлау міндеттерімен және геофизикалық қасиеттерімен айқындалады. Геофизикалық, оның ішінде ядролық физикалық әдістерді қолдану сынамалау өнімділігін күрт арттырады және керінсіз бұрғылауға көшуге ықпал етеді. Желілік сынамалардың қарапайым кіші 15 см учаскелер шегінде пайдалы компоненттердің құрамы туралы жаппай деректер алуды қамтамасыз етеді. Минералогиялық сынамалау негізінен бағалы минералдардың құрамын анықтау үшін ұсақ жынысты кен орындарын барлау кезінде жүргізіледі. Пайдалы қазбалардың байырғы коренной кен орындары, кен орындарын барлау кезінде әдетте кендердің және сыйымды жыныстардың минералдық және фазалық құрамын зерттеу үшін штуфты немесе біріктірілген сынамаларға минералогиялық талдау жүргізіледі. Минералогиялық сынамалау сондай-ақ кеннің текстуралық құрылымдық ерекшеліктерін анықтау, кендердің табиғи түрлерін бөлу және кен денелерінің құрылысын анықтауды үшін қолданылады. Осы суретте минералогиялық сынама қалай алуды көрсетіліп тұр. Ол өзенде осылай іріктеу тәсілі арқылы жыныстардың минералогиялық сынамаларын өткізіп жатыр. Шашылымдарды барлау кезінде сынамаларды минералогиялық зерттеу пайдалы қазбаның сапасын және құмдағы тау-кен массасында пайдалы компоненттің құрамын анықтаудың бір жолы болып табылады. Түбірлі кен орындарын барлау кезінде барлау қазбалары бойынша кен денелерінің қиылысу минералогиялық зерттеуге жатады. Күрделі кен орындарын барлау кезінде минералогиялық карталау аса маңызды. Минералогиялық карталау деректері бойынша минералды петрографиялық карталар жасалады. Минералдық шикізат сапасын өзгеру болжамы жүзеге асырылады. Кен аралықтарын сенімді байланыстыруды қамтамасыз ететін зоналдылық орнатылады.
Пайдалы қазбалар соқыр шоғыры анықталады. Техникалық сынамалау. Пайдалы қазбалардың барлық кен орындары жүргізіледі, және пайдалы қазбалар және сыйымды жыныстардың физикалық техникалық қасиеттерін зерттеу үшін қызмет етеді. Металл емес шикізаттың көптеген түрлерінің кен орындарында техникалық байқау өнеркәсіптік құндылықты анықтаудың негізгі әдісі болып табылады. Барлау жұмыстар процесі орындалатын техникалық сынақтар үшін үш топқа бөлінеді. Сынақ үшін қажетті қорларды есептеу, кен орнын пайдалы тау-кен техникалық шарттарын нақтылау, минералды шикізаттың физикалық қасиеттері мен сапасын анықтау. Қорларды есептеу үшін қажетті техникалық сынаулар анықтамаларын қамтиды. Көлемдік, масса, ылғалдылық, кеннің макро баспалылығы. Металл емес минералдық шикізаттың көптеген түрлерін кен орындарына техникалық сынамалау, олардың өнеркәсіптік құндылығын анықтаудың негізгі әдісі болып табылады. Техникалық сынақтарға сынамаларды іріктеу тәсілдері пайдалы қазбаның мақсатына толығымен байланысты және әдетте шикізатқа қойылатын техникалық талаптармен айқындалады. Технологиялық сынамалау минералды шикізаттың технологиялық қасиеттерін зерттеу үшін жүргізіледі. Кен орындары үшін технологиялық сынамаларды көмегімен кен байыту және металлургия қайта өңдеу қабілеті анықталады. Технологиялық сынамалау нәтижелері бойынша минералды шикізатты өңдеудің ұтымды схемасы әзірленеді. Пайдалы компоненттердің кешенді алуды және қалдықтарды кәдеге жаратуды қамтамасыз ететін минералды шикізатын өңдеудің оңтайлы режимін таңдалады. Осы жерде тау жыныстарды байыту технологиялық схемасы көрсетіледі. Ол біріншіден кен орынды барлау кезінде осындай технологиялық сынамалаулар алынады. Ол жаңағы кенді қалай байыту, қандай әдіспен байыту туралы шешім қабылданады. Қорларды технологиялық бағалау бойынша жұмыстарды жалпы реттілігі мыналарды қамтиды. Ол геологиялық құжаттама деректері бойынша кендердің табиғи типтері мен түрлерін бөліп алу, қатардағы және топтық сынамаларды талдау нәтижелері мен үлгілерін зерттеу. Принципті технологиялық режимдерді әзірлеу үшін кендердің табиғи типтері мен түрлерін сипаттайтын зертханалық сынамаларды іріктеу. Ірілендірілген зертханалық сынақтар процесінде әзірленген технологиялық сызбаларды тексеру. Технологиялық зерттеулер қорларды есептеуді мемлекеттік сараптамаға ұсыну сәтіне дейін аяқталуы тиіс. Аталған міндеттерді шешу үшін мақсаты және зерттеу егжей-тегжейлі бойынша әртүрлі технология сынамалары кіргізіледі. Зертханалық, ірілендірілген зертханалық, жартылай зауыттық технологиялық. Зертханалық және іріктірілген зертханалық сынамалар зертханалық жағдайларда зерделенеді. Зертханалық сынамалардың массасы ондаған килограммға дейін ауытқиды. Ірілендірілген зертханалық сынамалардың массасы әдетте тонна немесе ондаған тоннаны құрайды. Жартылай зауыттық технологиялық сынамалар тек ерекше жағдайларда жартылай зауыттық сынақтарды жүргізуге арналған. Өнеркәсіп әлі игермеген жаңа технологиялық сызбаларды тексеру мақсатында. Жартылай зауыттық сынамалардың массасы бірнеше жүз немесе 1000 тоннаға жетуі мүмкін. Маңызды геологиялық міндеттердің бірі кез келген технологиялық сынамалардың өкілдігін қамтамасыз ету болып табылады. Барлық жағдайларда технологиялық сынама бойынша өкілетті болуы тиіс. Пайдалы компоненттер мен зиянды қоспалардың орташа құрамы, химиялық және минералогиялық құрамы, кендердің текстуралық құрылымдық ерекшеліктері, кендердің физика-механикалық қасиеттері. Осылайша технологиялық сынама кен орны бойынша параметрлердің орташа мәндеріне немесе кен бөлінген өнеркәсіптік сұрыптарына сәйкес келуі тиіс. Сынаманы алу әдістері қандай болады? Ол қатты пайдалы қазбалар кен орындарының барлау кезінде алынатын сынамалар геологиялық деп аталады. Сынамалау әдісін таңдау кен шоғын геологиялық, минералогиялық және морфологиялық ерекшеліктеріне, пайдалы қазбаның түріне және оның өзгергіштік дәрежесіне, сондай-ақ барлау техникалық құралдарына негізделген. Сенімділік дәрежесін арттыру бойынша сынама алу әдістерін келесі қатарда орнатуға болады. Штуфты, нүктелі, шпурлы, бороздалы, задиркалы және валды. Штуфты әдіс ол пайдалы қазбаның жекелеген бөліктерін ұрудан немесе өндіру жүргізу кезінде соғылған минералды шикізат массасын кесектерін іріктеуден тұрады. Сынамалау жағдайында және пайдалы қазбаның түріне байланысты сынама салмағы 0,2-ден 2 килограммға дейін ауытқиды.
Оны біз жаңағы кәдімгі геологиялық молотокпен соғып ұрып аламыз. Штуфты әдіс әдетте кен химиялық құрамын зерттеу және кенденелерін контурлау үшін жарамсыз. Тек сирек жағдайларда кендену бағалы компоненттердің біркелкі бөлінуімен сипатталады. Штуфты тәсіл кеннің химиялық құрамы туралы нақты түсінік бере алады. Штуф әдісінің артықшылықтары жоғары жеделдік, аз еңбек сыйымдылығы. Нүктелік әдіс. Сынама материалы зерттелетін компоненттердің таралу сипатына байланысты белгілі бір жүйе бойынша кен денесінің жалаңаш жазықтығында кен қазбасының кенжарын немесе қабырғасы бойынша алынады. 1,5-3 см және массасы 10-20 грамм тіліктерден жартылай сынамалардан жасалады. Егер компоненттер құрамына екі бағытта өзгергіштігі бірдей болса, онда ішінара сынамалар шаршы тор бойынша алынады. Егер бір бағытта өзгергіштік басқасына қарағанда көп болса, онда тіктұрпышты сирек ромбикалық желіні қабылдайды. Қатардағы сынаманы құрайтын ішінара сынамалар саны 10-нан 20-ға дейін ауытқиды. Квадрат желісі 10-10 см немесе 20-20 см, кем дегенде көп, ал тікбұрышты желісі 10-20 см немесе 20-40 см болғанда неғұрлым өзгергіштік күштірек болса, соғұрлым ішінара сынамалар алу керек. Қатардағы сынаманың жалпы салмағы 2-3-тен ондаған килограммға дейін құрайды. Нүктелік сынақтарды алу схемасы осы суретте көрсетілген. Тіктөртбұрышты, квадратты және ромбалы. Нүктелік әдісті пайдалы қазбалардың қуатты дәлелерін сынау үшін қолданылған жөн. Бұл әдісті қолдану үшін қолайлы кендер көлемді, бүктелген, мономинералды агрегаттарды бөлуге болады. Соңғы жағдайда нүктелік әдіс бароздыға қарағанда сенімді нәтиже береді. Алайда өте нәзік. Кен минералдары бар жарылған кендерде сондай-ақ жолақтардың ені жартылай сынамалардың арасындағы қашықтыққа жақын болғанда, нүктелік әдіс жүйелі қателерге әкелуі мүмкін. Нүктелі сынамаларда механикалық қуаты үшін пневматикалық перфораторлар негізде сынама алғы шарттар қолданылады. Ең сенімді болып табылатын және тау кен қазбасын қазу кезінде пайдалы қазба денесінің кейбір учаскесінде алынатын минералды массасы тұтас іріктеуді тұратын валды әдіс. Валды сынамалардың массасы ондаған тоннаға жетуі мүмкін. Сынамаға барлық сыналған тау массасы немесе оның бөлігі әрқайсысы 3-ші, 5-ші, 10-шы және тағы басқа бади, ваконетка түсуі мүмкін. Валды әдіс люда, оптикалық минералдар, асыл тастар, алмастар және басқа да кен орындарының құрамын анықтау үшін технологиялық сынаулар үшін үлкен алмалы сынамаларды алу кезінде өте өзгермелі сапаға таратуға, пайдалы қазбаға және негізгі бағалы компоненттердің біркелкі бөлінбеуіне ие. Сондай-ақ сынаудың басқа тәсілдерін бақылау үшін қолданылады. Задиркалық әдісі алаңдық тәсілдердің өкілі және келесіде қолданылады. Қуаттылығы аз кен денелерін сынау кезінде 40 сантиметрге дейін. Кендегі бағалы компоненттердің біркелкі бөлінбеу кезінде. Задиркалық әдіс кен қазбасының кен жарындағы немесе қабырғасындағы кен денесінің барлық жалаңаш бөлігі бойынша қуаты 3-10 см пайдалы қазбаның тең қабатына шаю болып табылады. Қазбаның жабыны және табанында задиркалық сынамалар ерекше жағдайларда алынады. Өте көп еңбекті қажет ететін задиркалық әдісті қолдану қарапайым және аз еңбекті қажет ететін бароздалы мысалы, сапаны сенімді анықтауды қамтамасыз етпеген жағдайда ғана орын болады. Тир әдісі сынаудың әртүрлі тәсілдерін салыстырмалы, жаңағы задиркалық әдіс сынаудың әртүрлі тәсілдерін салыстырмалы қателігін анықтау кезінде бақылау ретінде қолданылады. Сыздықтық сынықтар. Ол барозды сынамалау әдісі барлау тәжірибесінде кең таралған болып табылады. Тау-кен қазбаларын сынамалау кезінде сынамалардың 70%-дан астам барозды тәсілмен алынады. Барозды сынамаларын алудың бірнеше нұсқасы бар. Дұрыс тікбұрышты қиманың бароздысы, пунктирлі және көлемді бароздысы. Көптеген жағдайларда бароздалы тікбұрышты қимасына ие. Кейде көлденең қимада үшбұрышты бароздалар, сондай-ақ сыз нүктелік әдіс пунктирлі барозды деп аталады. Осы суретте көрсетілген А суретінде дұрыс қималар, пунктирлік Б және көлемдік бароздалар көрсетілген. Пунктирлік барозда дұрыс қиманың бароздасымен салыстырғанда аз сенімділікке ие, бірақ минералдарды біркелкі таратумен пайдалы қазбалар үшін жеткілікті.
1 метр барозда бар материалдардың массасы көбінесе 1,5 килограмм құрайды. Кендердің жарықшақтығы, минералдар қасиеттерінің айырмашылығы салдарынан бароз сынамалардың қолмен іріктеу кезінде барозданың дұрыс қимасын сақтау қиын. Бұл сынауды қателіктерге әкелуі мүмкін. Барозды сынамалар барлық жағдайларда шоғырлардың қуатымен жиі сәйкес келетін пайдалы қазба қасиеттерін барынша өзгергіштік бағытында бағдарлануы тиіс. Көлемді бароздың қатаң белгіленген қимасы жоқ. Оның атауы сынама ұзындығының әрбір бірлігінен материалдың тең көлемі алынады. Мысалы, әрбір 10 сантиметрден 100-300 сантиметр куб кен алынады. Қабылданған көлем су өлшегіш ыдыспен қатаң сақталады. Әдіс жоғары өнімділікке ие, бірақ еритін кендер немесе балшық минералдар бар кендер жағдайында жарамсыз болады. Кенденің біркелкі емес дәрежесіне және кен денелерінің қуатына байланысты тікбұрышты бароздан ұсынылатын көлденең қималары кестеде келтірілген. Ол келесі слайдта көрсетіледі. Компоненттердің таралуы біркелкі емес және өте біркелкі емес болған жағдайларда кенделердің қуаттылығы 2,5-2-ден көп, 2,5-2-ден бастап 0,8-0,5-ға дейін және 0,5-ден аз болса, жаңағы бароздалардың тіктөртбұрышты барозданың қимасы қандай болады? Размер өлшемдері көрсетілген. Сынамаларды іріктеудің бароздалық тәсілі барлық түбірлік, сондай-ақ көптеген ұсақ жынысты кен орындары үшін қолайлы. Бірақ брекче тәрізді шлир, дақты текстурасы бар асыл тастар кен орындарында кендерді сынамалау үшін қолайсыз. Кендегі пайдалы компоненттердің құрамы біркелкі болу кезінде вариация коэффициенті 100%. Сынамалау тұтас бароздамен емес, сызықтық нүктелік тәсілмен, пунктирлік бароздамен жүргізілуі мүмкін. Іс жүзінде тік құлаған шоғырлар көлденең ойықтармен, ал жартылай түсетін шоғырлар тігінен сыналады. Сынамалау тәртібі сынаманың секциялардың ұзындығына, кен орындардың сынамалау дұрыстығын негіздеу талаптарымен реттеледі. Осы суреттерде әртүрлі тау-кен қазбаларында бароздалардың орналасу схемасы көрсетілген. Біз сіздермен жаңағы Шур, Порта, Штрек деген Канава тау-кен қазбаларымен танысқан болатынбыз. Енді сол тау-кен қазбаларында қалай бароздалық сынамаларды алудың көрсетілген тәсілі көрсетіліп тұр. Көлдеген құлаған қабаттан өткен шоқтан алынған барозда. Ол А суретінде. Жаңағы көлденен құлап жатқан ол міне қарамен көрсетілген қабат, көмір қабаты. Жаңағы бастающий көтерілімде алынатын бароздалар қалай болады? Горизонтальды түрде мына жерде ол кен денесі, мына жан-жағынан сыйыстырушы жыныстар. Және ары қарай өздерін танысатын боласыздар. Осы суретті дәптерлеріне салып танысу керек, зерттеп. Құрамында жолақты, қабатты, құрылымды кенді бар кен орындарында кен денесінің бөліктерін селективті алу мақсатқа сай болғанда және кен денелерін айтарлықтай қуатты болғанда секциялық сынау жүргізіледі. Секциялық сынамалау никель кобальт кен орны, жаңағы бірінші суретте жан-жақта сыйғыздырушы тау жыныстар, құмтастар, полиметалл скарын көрсетіліп тұр. Мына жерде полиметалл скарынды, қатты сульфидті тау жыныстар және брекчерленген кендер, карбонатты метасоматикалық жыныстар. Ол жерде қалай сіз барозданы қалай алатынын көрсетіп тұр. Қай жерінен алу керек екенін. Барозда сынамалы мысалдары, барозда сынамалы қолмен іріктеу, молотокпен жаңағы, сосын мамандырылған қондырғымен аласыз. Сынаманы іріктеу механикалдырылған тәсілмен алуға болады, специальный аппаратпен. Түбірлі тау жыныстары тұтас барозда қалай алынады? Және жыран түбіндегі тұтас барозда. Желі, Шпур әдісі, шпурларды сынау тәсіл кезінде сынама материал ретінде шпурларды үрле бұрғылау кезінде алынатын бұрғылау шаны немесе шлам шайымен бұрғылау кезінде қолданылады.
Шпурлы әдіс тау-кен қазбалармен толық ашылмайтын қуаты үлкен кен денелерінен сынама алу үшін ең тиімді. Суретте жаңағы шпур әдісімен перфоратамен бұрғылау әдісі көрсетіліп тұр. Шпурлар барозалар сияқты кенденің ең үлкен өзгергіштік бағытында орналасады. Бұрғылау кезіндегі шпур тереңдігі әдетті перфоратормен 7-8 метр, колонкалы перфоратормен 50 метр және одан да көп метр алуға болады. Шпурлы тәсілінің артықшылығы сыналар қазбаларды қазу үшін шпурларды бұрғылаумен қатар алынады. Және сынамаларды іріктеуге қосымша шығындар талап етілмейді. Шпур әдісінің негізгі кемшілігі материал бойынша қиын, кейде мүмкін емес. Кен денесінің шекарасын анықтау, оның құрылысы, кендердің табиғи түрлері мен өнеркәсіптік сорттарының контуры. Нәтижелердің қатты бұрмалауына байланысты қуаты аз кен денелерін сынау үшін шпурлы әдісі қолдануға болмайды. Сынаудың бұл түрі ең көп таралған. Сынама материалы керн, шлам немесе тек шлам болып табылады. Ең сенімді нәтижелер кернен сынама алу кезінде алынады. Керн бойынша сынаудың дұрыстығы оның шығуының толықтығына және кендегі материалдардың әркелкілік дәрежесіне байланысты. Керн таңдаулы жойылу молибден сынап суйма көмір кен орындарында өтеді. Сынаудың жүйелі қателіктерін тудырады. Керннен сынамалар 70%-дан астам шыққан кездер күтіледі. Осы суретте жаңағы керн химиялық, геохимиялық, минералогиялық және технологиялық сынау үшін пайдалану мүмкін. Оны қалай алуға болады? Ұңғыма керн далалық құжаттамасын мысалы, міндетті түрде жоғарғысын көрсетіп, қандай неден глубинасынан алынған туралы жазасыздар. Каждый метражды көрсетіп жазып отырасыздар. Қатардағы секциялық сынамаға жартысы 4-тен 1 бөлігі немесе барлық керн алынады. Керн жартысын ось бойымен керноколмен жару арқылы алады. Химиялық сынамадан қалған керн бөлігі кенді минералогиялық зерттеу үшін пайдаланылады. Колонкалы бұрғылау кезінде шламнан сынамала алу сирек, төмен шығуды немесе керн жоғалғанда болады. Бұл жағдайда шламды толық ұстау шараларын қабылдайды. Кейде сынау үшін бір мезгілде керн мен шлам қолданылады. Бұл ретте керн мен шлам аралығының шегінде бөлек сынамалар жинайды және талдайды. Керн төмен шығу кезінде сынаудың дұрыстығын арттыру үшін геофизикалық әдістер қолданылады. Олар нақтылауға мүмкіндік береді. Ол жаңағы каратаж тәсілі. Кендесінің орналасуымен байланыстырады және кен құрамын анықтайды. Сынамаларды іріктеу әдісін таңдаулы анықтайтын факторлар. Сынамаларды іріктеу әдісін таңдау сынау міндеттерінен, пайдалы қазба денелерінің құрылысының ерекшеліктері, пайдалы қазбалар мен сыйымды жыныстардың физикалық, механикалық қасиеттері, барлық жағдайларда ол сынау нәтижелері сенімділігі, сынама алудың жеделдігі, қатардағы сынамалау үшін осы шарттағы сынама іріктеудің сызықтық тәсілдері жауап береді. Тау-кен қазбаларында сынама іріктеудің жетекші тәсілі барозда болып табылады. Ал колонкалық бұрғылау ұңғымаларын сынау кезінде кен сынамаларын алынады. Әртүрлі мақсаттар үшін сынаманың әртүрлі түрлері іріктеледі. Мысалы, жыныстар мен пайдалы қазбаның техникалық қасиеттерін зерттеу үшін штуфты сынамалары жиі алынады. Қатардағы сынамаларды бақылау үшін задиркалы. Технологиялық қасиеттер үшін жалпы сынамалар. Сынама іріктеудің негізгі параметрлері: сынамалардың геометриясы, олардың көлденең қималары, аралықтардың ұзындығы, ал кейбір жағдайларда бастапқы сынамалардың массасы, сынама арасындағы қашықтық, жер қойнауын бағаланатын көлеміне арналған сынамалардың оңтайлылығы. Енді осымен дәріс тақырыбы аяқталды. Бақылау тапсырмалары ретінде сынамалардың түрлерін зерттеп, сынама алу түрлерін зерттейсіздерде, әр түрін суретке дәптерлеріне салып, мүмкін болса фотоларында қиып жабыстыруға болады. Сау болыңыздар.